Әлеуметтік желідегі жарнама үшін салық төленеді. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Елдегі және шетелдегі жаңалықтарды алғашқы болып көргілеріңіз келсе, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Енді әлеуметтік желіде ақылы жарнама жасағандар салық төлейді. Яғни блогерлердің табысы көлеңкеден шығарылмақ. Бүгін мәжіліс онлайн платформалар мен онлайн жарнама туралы заң жобасын қарады. Тіпті ақылы ақпараттардың жарнама екенін оқырмандар мен көрермендерге ескерту міндеттелмек. Статистика бойынша 6 мен 74 жас аралығындағы қазақстандықтардың 90% интернет әлеуметтік желі қызметін пайдаланады. Алайда осы уақытқа дейін кімнің қай бағытта жұмыс істеп жатқанын, қанша пайда табатынын реттейтін заң болмады. Бүгінгі құжат көлеңкеде жүрген қаржыны алып шығуға көмектеспек. Тіпті мемлекеттік мекемелер блогерлерге ақылы пост жариялатса, ол да оқырман үшін ашық болуы тиіс. Егер ақы төленген болса, бір мекеме, бір мысалға қандай да бір құрылым ақысын төлеген болса, әрине олар да одан салық төлеу керек, олар да жарнама екендігін айғақтау керек. Бір мекеменің мүддесі жарнамалануы мүмкін, басқа да жағдайлар. Сондықтан жалпы белгілеу мына газеттерде, басқа редакцияда болған сияқты онлайн платформада бар екендігі халықаралық тәжірибеден белгілі. Сондай-ақ әлеуметтік желі арқылы жалған хабар таратқандарда жауапқа тартылады. Ақпараттың ақиқатын құзырлы органдар анықтайды. Ал оны жылдам өшіру үшін барлық әлеуметтік желілердің Қазақстанда өкілдігін ашу міндеттелмек. Мұндай шара болашақта интернет алаяқтармен және кибербуллингпен күресте тиімді болмақ. Заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды.